Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектепке дейінгі білім берудегі ұлттық мәдени құндылықтар пәнінен дәріс оқимын. Бүгін бізде 10-шы лекция. 10-шы лекцияның тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиесіндегі ұлттық ойындардың маңызы. Осы тақырып аясында мына мәселелерді қарастырамыз. Бірінші мәселе – қазақ тұрмысындағы дене тәрбиесі. Екінші мәселе – ұлттық ойындардың зерттелуі мен даму тарихы. Үшінші мәселе – бала тәрбиесіндегі ұлттық ойындардың маңыздылығы. Қазіргі таңда өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімімен қатар денсаулығына баса назар аударылуда. Дене тәрбиесімен жүйелі шұғылдану арқылы жастардың денсаулығын жақсартуға болады. Яғни мықты денсаулықтың кепілі спорт, дене тәрбиесі. Ал денені шынықтыруға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпалын тигізетін халқымыздың мәдени мұрасының бірі бұл ұлттық ойындар. Ұлттық ойындар ата-бабамыздан бізге жеткен, өткен мен бүгінін байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Қазіргі таңда ұлттық ойындар көбінше мерекелік іс-шараларда пайдаланып келеді. Дәстүрлі халықтық ойындар, ойын-сауықтар сол немесе басқа дәрежеде қазақ халқының шаруашылық, күнделікті, рухани өмір салаларын қамтиды. Ерте кезде көшпенді ортада туындаған дәстүрлі ойындар қазақтардың дүние танымы мен материалдық мәдениетінің ерекшеліктерін бейнелейді. Сонымен қатар маңызды тәрбиелік, эстетикалық және діни қызметтерді атқарады. Қоғамның әскери өмірімен қатар шаруашылық қызметіне қатысты әскери спорттық ойындар да кең және әмбебап қызметті атқарады. Мұндай ойындарға сайыс, аударыспақ, жамбату, алтын қабақ, бәйге, күрес және тағы да басқалары жатады. Ойындар мен ойын-сауықтардың бір бөлігі еске алу және жерлеу рәсімдерінің, сонымен қатар неке қию салтанатының жүйесіне кіретін діни және әдет-ғұрыптық қызметтерді атқарған. Олардың көпсі даму және қайта қалыптасу нәтижесінде өздерінің алғашқы мәнін жоғалтты. Халықтың мерекелері мен ойындары айтулы оқиғаларға орай ұйымдастырылған және қоғамдық сипатқа ие болды. Ұлттық ойындардың қолдану мәселесін Деваев, Таникеев, Тәтенов, Бүркетбаев, Мұхиддинов, Болғанбаев, Сағындықов, Ұзақбаев және тағы да басқа ғалымдарымыз қарастырған. Қазақ этнографиясын зерттеп, Европа елдеріне таратуға атсалысқандар поляк революционері Янушкович, Залецкий және Андреев болды. 20-шы ғасырда Қазақстан жерінде болған орыс саяхатшылары саяси жер аударылғандардың еңбектерінде қазақ халқының ойын-сауықтарын, аңшылығын, жылқыларды әртүрлі ат ойындарына баптауы, олардың аса бір жүйрік тұқымдарын өсіруі жайлы материалдар жан-жақты жинақталып зерттелген. Ұлттық ойындардың қалыптасу кезеңі біздің заманымызға дейінгі 12-9 ғасырлардағы Қазақстан жеріндегі көшпелі тайпалардың құрылу дәуірі. Өйткені ойындарының қай-қайсысы болмасын, қай кезеңде дамымасын, олар тек өндірістік қарым-қатынастың қалыптасуына негізделген. Қазақтың ұлттық қозғалыс ойындарын спорттық ойындардан ажыратып, алғаш рет бөліп қараған ғалым Гуннер қазақ ойындарына топтамалық жіктеу жасай отырып, ұлттық ойындарды оқу үрдісінде пайдалануға ұсыныс жасайды. Атап өтетін жайт, Қазақ КСР Халық комиссарлар кеңесінің 1943 жылғы шешіміне сәйкес 1949 жылы жарық көрген краткий сборник казахских народно-национальных видов спорта атты еңбегі. Енді Қазақстан ұлттық энциклопедиясы кітабында қазақ халық ойындарының маңыздылығы туралы былай деп жазған. Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойған. Балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Нәтижесінде ұлттық ойын балаға дәстүрлі тәрбие берудің негізгі құралы ретінде уақытты белгілеп дамыта түсті.
Жалпы қазақтың ұлттық ойындарының жіктелісіне келер болсақ, жоғарыдағы аталған ғалымдар қазақтың ұлттық ойындарын дене шынықтыру спорт ойындары деп жіктеген. Бірінші топтамасы осы. Яғни оған ақсерек, көксерек, әйгөлек, соқыр теке, жаяу жарыс, бәйге және тағы да басқа ойындарды жатқыза аламыз. Ал енді екінші түрі ойын сауық тұрмыс салт ойындары. Оған ақ боран, жар-жар, қыз кәде, бет ашар, құс қуу, сиқырлы таяқ, белбеу тастау ойындарын жатқыза аламыз. Ал енді баланың зейінін дамытатын, оймен келетін ойындар бұл тоғыз құмалақ, жұмбақ, үш аманат, қай қолымда жаңылтпаштар жатады. Мектепке дейінгі балаларға ұйымдастырылған іс-әрекет барысында пайдаланатын ойындардың құрылымдық жіктелісіне біз төмендегі ойындар түрлерін ұсынсақ болады. Бірінші, аңға байланысты ойындар бұл ақсерек, көксерек, аңшылар мен қояндар, кірпіше қағу, қас құлақ, ордағы қасқыр. Ал екінші түріне малға байланысты, яғни мал шаруашылығына байланысты аларман, асау көк, бура қотан, көк сиыр, соқыр теке, түйе мен бота ойындары. Үшінші түріне түрлі заттармен ойналатын ойындар: ағаш таяқ, аққала, ақпа, ақсүйек, ақшамшық, ала күшік, алты бақан, арқан тату, арқан тартпақ, арқан тартыс, арынды арқан, асау мәстек, асық, аттамақ, ауыр таяқ, әуе таяқ, батпырауық, белбеу соқ, белбеу тартыс. Міне бұл ойындардың барлығын шарттарында түрлі заттар пайдаланады. Енді төртінші түріне бұл баланың зеректілікті, ептілікті, икемділікті қажет ететін ойындар. Оған әйгілік, айдап сал, ат қума, аударыспақ, бағана өрмелеу, балтам шап, бөрік тастамақ, бұғынай, бұғыбай, бұқа тартыс, жасырынбақ, жаяу жарыс, көкпар, күрес және тағы да басқалар жатады. Бесінші түріне соңғы кезде қалыптасқан ойындарды жатқыза аламыз. Бұл әріп таңдау, бригада, мейрамхана, нөмір, пароль, почта, сымсыз. Әрине бұлар ұлттық ойындар тобына жатпаса да, балабақша барысында көптеп пайдаланады. Сонымен қатар қазақ халқында өте ерте жастағы балаларға арналған ойын түрі бар. Бұған біз қазақтың қуырмаш ойынын айта аламыз, яғни сәбилерге пайдаланатын. Қазақтың ұлттық ойын жарыстарында денсаулықты сақтау жолы да, өзін-өзі қорғау амалдары да айқын. Денсаулықты сақтаудың шарты денені шынықтыратын қозғалыс пен жаттығуда, ағза мен жүйке тамырлардың тынысын реттеуде, рухты жоғары ұстай білуде. Дене шынықтыру денсаулықтың көзі, денсаулықты сақтау үшін әрекет. Адамның күш мүмкіншілігін дамыту, жеңіске деген жігерін шыңдау, қиыншылыққа төзу, қимыл әрекетін шоғырландыра білу, соларға үйрену. Мектепке дейінгі балаларға дене тәрбиесін беруде ұлттық ойындарды қазіргі заманғы ойындармен байланыстыра отырып өткізген өте маңызды. Себебі өмірге қажетті дағды мен іскерлік табиғи қозғалыстың басында қалыптасады. Табиғи қозғалыстың түрлері жүгіру, қарғу, жүзу, лақтыру, шаңғы, велосипед тебу, акробатика және тағы да басқалары. Жас адамның денесі түрлі жаттығулар көмегімен ширап дамиды. Сондықтан күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік сияқты адам қабілеттерін дамыту жастардың қозғалтқыш тәжірибесін байытады. Дене қозғалысын үйлестіреді. Мысалы, жылдамдық ең қысқа мерзімде қимылды орындау қабілеті. Ал ептілік жаңа қимылдарды тез игеру қабілеті. Жеке адамды жан-жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы өте зор болып табылады. Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалар денесінің дұрыс дамуы, денсаулығының нығаюы, жұмыс қабілетінің артуы, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы тұруына көмектеседі. Жақсы денсаулық адамның еңбек және қоғамның іс-әрекетіне жемісті қатысуының маңызды кепілі. Жастардың денсаулығына қамқорлық жасауға біздің қоғамымыз мейлінше мүдделі болып табылады. Қорыта айтқанда, қазақ халқының ұлттық ойындары сан алуан. Міне осы ұлттық ойындар ұрпақтан ұрпаққа тарап, бірін-бірі жалғастырып, осы заманға жетіп отыр.
Ендігі жерде болашақ педагогтердің мақсаты осы ойындарды ұмыт қалдырмай келешек ұрпаққа табыстау. Себебі ұлттық ойыннан сол халықтың тұрмыс тіршілігімен танысып тамашалайды. Халқымыздың ұлттық ойындары арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың шапшаң әрі тез қозғалуын, дүние танымын, тапқырлығын, батылдық пен ұжымшылдық қасиеттерін қалыптастыруға болады. Сонымен қатар ұлттық ойындар балалардың дене тұлғасын сымбатты қалыптасуына әсерін тигізеді. Осы тақырып аясында мына ұсынылып отырған әдебиеттерді пайдалана аласыздар. Көңіл бөліп назар аударғандарыңызға рахмет.